Асар баспанаға 11 ақпан 2023 жылы кірдім мен. Семейден звондады қыздар. Осындай жаңа кооператив, осындай жаңағы асар деген сөздің енді өзі де белгілі болып тұр ғой қыздар. Баяғыда асар дегенде бізге біреу кірпішін, біреу сыпыртқысын, біреу күрегін, біреу жаңа топырағын әкеп үй сап беретін ауылда ағайындар. Ана үйсіз күйсіз жүргендерге. Сол мағынамен жаңа асар деген сөзден ақ түсініп, біреуге сыйлық жасайын деп алғаш мына қыз айтқандай 1000 теңгемен кіргенбіз біз. 1000 теңгеменен. 1000 теңгеге кіріп, бірақ алғашында енді жақсы кіргенде ма, бір айға жетпей біз 3000 теңгені алып қойдық. 1000 теңге салсаң 3000 теңге аласың дегенге. Біз 3000-ды алып қойдық. Сол 3000-ды да алған жоқпыз, 3000-ға 2000 қосып 5000 тағы салдық. Қазіргі уақытта Асар баспананың автобусының уже күмісін, қоласын, алтынын алып қойдық біз. Енді тек қана жаңағы платинасын күтіп отырғанбыз. Ар жағы енді білесіз ғой, мәше мініміз келіп қалған. Тәубе, оған да жетеміз. Ол үшін енді Нұрбол мырзамызды аман есен, осы бір басына түскен сынақ, бұл бәрімізге түсіп тұрған шығар деп ойлаймын. Енді сынақтан аман есен өтіп, ортамызға Нұрбол бірінші Алла деп атамыз, екінші осы Нұрбол бауырымыз деп атамыз. Өзіміздің жаңағы жерлес деп айтып атамыз, неше түрлі айтатымыз ол балаға енді інімізде. Сол ортамызға оралса екен деп ойлаймыз. Асарымыз жасасын, асарымыз қолдаймыз. Үйдің де бар ғой, уже күмісін не салып қойдық біз, уже қоласын алып қойдық. Оның да алтынына кеп қағамыз. 2.400.000 дегеніңіз бар ғой, 200.000 адам бар ғой, 2 жылдың ішінде миллионер болып кетті ғой. 200 адам. Мынаңыз 96 кірді дедіңіз ба, соның 200 адамы миллионер болып тұр. Яғни 20 миллион халықтың 1% миллионер болып тұр. Оны мемлекет беріп жатқан жоқ, ондай ақшаны. Жоқ, сонда халықтың бәрі байып жатыр. Кім арыз жазған болып тұр? Арызды енді кім жазғанын білмейміз. Біздің мына нағыз асарда отырған, нағыз асардың ішінде отырған бірде бір адам жазған жоқ. Біз әлі күнге дейін жазып жатқан жоқпыз. Нұрболға кесіріміз тимесін деп міне әлі отырмыз. Міне. Сіздер салған ақшаны шығарып алдыңыздар, еселеп, иә? Біз шығарып алдық. Біз салғаннан алғанымыз да көп. Мына халықтың көзелегені жаңа айтылды ғой, 1 теңге сап 3000-ды кім береді сізге? 3 есемен алдық біз. Біз алып қойдық. Біз алған адамдармыз. Яғни көлік алмады деп жатыр. Алынды. 12 көлік. Оның бар ғой, тойларына дейін көрсетіп алады. Ол 12 көліктің қазір айтайын. 22 миллион теңгеден ақша берген кезде, жаңағы спортивный сумкамен әкеп Нұрболдың личныймен бар ғой, салоннан көргенбіз ақшасын. Анаққа төлеп алып шыққан кезде, қазақтар бар ғой, ана бір машинамен мінуіміз керек қой. Ана бауырыма да балама да жетсін дей ма, 2 машина мінгендер бар. Мен қазір естідім, 3-еуден мінгендер бар екен. 22 миллионға Хондайдың ол кезде 3-еуін алуға болады. Жаңа акцент енді кішкене арзан модельдер арзан. 7 миллионнан мысалы акцент, біліп тұрсыз ғой, жаңа Элантра ол кезде кішкене арзан. Тағы сондай машиналар 3-3-тен мінгендер бар. Сонда 12 адамнан 2 машина санаған кезде 26 адам машина қойды. Қазіргі уақытта. Үйден айтайын, 4 үй алынды. Ол үйді алған кезде енді кілтін